Сәлеметсіздер, сіздермен бірге крафт kz арнасы, және біз негізі крафт kz болғандықтан Майнкрафтты ғана түсіруіміз керек болатын, бірақ бүгін біз Castle Crash деген ойынды түсіретін боламыз. Және алдыңғы екінші бөлімде айтып өткенде, Майнкрафттың екінші бөлімде айтып өткенде бір досым бар, ол Castle Crashты ойнаған, және бізде бүгін соны ойнаймыз. Бірақ мен біраз жерге барып қалған. Сәл дауысын басып тастаймыз, және міне магазинде жаңадан бір нәрсе ашылды дейді. Шнец бізде бар, садақ, пират бар. Және осы ойынды сіздерге ойнауға кеңес беремін, өте қызықты ойын. Және міне серебряный сундукты ашып тастаймыз. Стрелы, лучники и гном. Мне бесплатный сундук ашамыз. О, редкая карта. Лучники, воин и палач. Және екінші бесплатный сундук. Негізі бұның Clash Royale сияқты ойын. Голем, гном и пират. Бізде барлығы бар. Және мен қазір Қазақстан деген кландамын. Және осы бір бой тастап сіздермен қоштасатын боламын. Өйткені қазіргі біздікі тек қана көрсету және обзор қалай шабуыл жасайтынын көрсетемін, және болды. Міне ең алдымен осылай 3 жол болады. Соны ең алдымен воинды тастаймыз. Міне дәл осылай тастаймыз. Барлығын осылай тастаймыз. Осылай тастап кім жан-жағындағы қамалды кім бірінші алып алады, сол ұтады. Қарсы командадағы. Және міне от тастаймыз. Гномды көп тастайды екен, және пиратты. Демон тастаймыз. Маг тастады. Тарията тастаймыз. Міне дәл осылай ойнайды. Жерге тастап қояйық, сол кезде алу оңай болады. Дарияда ұтып беретін олар. Черный рыцарь тастайық. Міне осылай алып кетеміз. Міне алып кеттік, және біз қазір мен золотой сундук берді, 28 кубок. Және бұл жерде Clash Royale сияқты кубок жинап сундук победы дейді. Осыларды жинап, барлығын жинап тастауымыз керек. Кубок жинап әртүрлі замақтарға өтеміз. Мен екінші замақтамын. Міне осылардың барлығы
түрлі өте қызық ойын, сіздерге ойнауға кеңес беремін және 4-ші уровендемін. Қош сау болыңыздар. Осымен видео аяқталды.